Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Осындай керемет булочка жасап үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар, қыздар. Ең алдымен жұмысты біз аппарат дайындаудан бастаймыз. Ол үшін бізге жылы су, шекер және дрожж керек болады. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз да, жылы жерге 15-20 минутқа аппара көтерілгенше қойып қоямыз, қыздар. Аппара дайын болғаннан кейін қамырды илеуге кірісеміз. Ол үшін жылы сүтке шекерді саламыз, тұзды саламыз, жақсылап араластырамыз да үстіне ерітілген сармай мен жұмыртқаны салып тағы да араластырып аламыз. Кейін дайын болған аппарамызды үстіне құямыз да, осыларды араластырғаннан кейін електен өткізілген ұнды бірінші венчикпен араластырып, кейіннен қолмен араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Бұл қамырды бетін жауып, 45 минутқа немесе 1 сағатқа жылы жерге ашығанша жауып қоямыз. Қамыр осылай ашылғаннан кейін дөңгелектеп шығамыз. Полный бірдей дөңгелекке бөліп, кейін ол дөңгелектеп шыққанда да 15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Әдемлеп тынған қамыр әдем болып жайылады және де жұмсақ болып жақсы жайылады. Осыған домалақ қып жаямыз да ортасына начинка саламыз. Менде вареная сгущенка, сіздер варенье немесе творог қоссаңыздар болады. Осылай жан-жағын бекітіп шығамыз да, шет-шеттерін кесіп, әдемі дөңгелекше жасап шығатын боламыз. Дайын болған булочкалардың да бетін жауамызды 20 минутқа тындырып қоямыз, қыздар. Негізгі булочканың құпиясы көп демалғанда. Қанша көп демалған булочка, сонша әдемі үлпілдек болып шығады. Осы демалған булочкалардың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да, қызып тұрған печкада 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Осындай булочкалар дайын. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаймыз, қыздар.